Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз таңғы асқа әзірлейтін өте дәмді және де тез пісетін панкейкілерді дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдыменен біз жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға азғана қопсытқышты қосып, осы илектің ішінде араластырып алуымыз қажет. Содан соң аздаған мөлшерде қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың барлық көлемін бірден қоспаймыз. Аздаған мөлшерде қосып аламыз. Енді үстіне сүтімізді аздаған мөлшерде құйып отырып, жақсылап араластырамыз. Біз ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп қосуымыз керек, себебі сол кезде ғана панкейкілеріміз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Барлық ұнымызды қостық. Енді үстіне ертілген сары майды құйып, біркелкі болғанша жақсылап тағы да араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Осындай қоспа болып шығады. Енді әдемілеп пісіреміз. Алдыменен табамызды қыздырып аламыз. Таба құрғақ болу керек. Ешқандай да май құймаймыз. Кішкентай мөлшерде құйып отырып, панкейкілерімізді пісіріп аламыз. Жақсылап қарасаңыздар, 1 минут өткен кезінде осылай біздің панкейкіміздің бетінде майда түйіршіктер, тесіктер пайда болады. Ол дегеніміз аударатын уақыт келді деген сөз. Осылай барлық жерден тесіктер пайда болу қажет. Табаның астында отты қатты қоймаймыз, орташа қылып жағатын боламыз. Панкейкінің бірінші жағы екінші жағына қарағанда тез піседі. Міне осындай жұмсақ, ортасы піскен, әдемі болып піседі. Міне достар, біздің панкейкелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.